Қайырлы күн қыздар, баршаңызға сәттілік тілей отыра, сіздермен бірге мен Жанка қайта қауышқаныма өте қуаныштымын, және де бүгінгі сіздерге ұсынатын комплекстік жаттығуларым аяққа, ішке және мынау тұла бойыңыз омыртқаға арналған жаттығулар болмақ. Сіздерге үлкен алғысымды білдіремін, қаралым үшін, лайктарыңыз үшін, және де маған жазылып, маған сенім білдіріп жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін, және де үнемі менімен бірге болыңыздар. Қандай жаттығуменен тағы да күтесіздер, жаза отырыңыздар. Мен сіздерге арнайы жинап жаттығулар жиынтығын ұсынатын боламын. Сіздермен бірге мен Жанка, бірге болыңыздар. Бастаймыз, кеттік. Бірінші жаттығуымыз қолымызбен ұзын планкаға тұрып, аяғымызды жинап, оңға солға сермейміз. 20-21 рет қайталаймыз. Екінші жаттығуымыз қолымызды ұзын планкаға қойып, орнымызда тұрып жүгіреміз. 15 рет қайталаймыз. Үшінші жаттығуымыз осы қалпымызда тұрып, аяғымызбен сермеп секіреміз. 15 рет қайталаймыз. Төртінші жаттығуымыз керісінше планкаға тұрып, аяғымызды созып, кезекпе-кезек аяғымызды кеудемізге қарай тартамыз. 15 рет қайталаймыз. Бесінші жаттығуымыз дәл осы қалпымызда қалып, аяғымызды түзу ұстап, басымызды түзу 10-15 секунд тұрамыз. Алтыншы жаттығуымыз тік төртбұрыш планкасына тұрып, қозғалмастан 10-15 секунд тұрамыз. Жетінші жаттығуымыз қолымызды созып планкаға тұрып, аяғымызды екі жаққа сермеп лақтырып, 10-15 рет қайталаймыз. Сегізінші жаттығуымыз денені босатуға арналады, яғни дәл осылай үшбұрыш күйіне еніп, басымызды салбыратып қайта күйімізге келеміз. Дәл осылай 2 рет қайталаймыз. Тоғызыншы жаттығуымыз қолымызды жерге тіреп, аяғымызбен секіреміз. Екінші қолымыз жамбасымызда. 5 реттен қайталаймыз. 10-шы жаттығуымыз бір жақ планка деп аталады. Бір жақ қолымызбен тіреп тұрып, екінші қолымызды созып 10-15 секунд тұрамыз. Он бірінші жаттығуымыз денемізді босатуға арналған. Екі аяғымыз екі жақта, басымызбен денемізді салбыратып, екі қолымызды байлап, 10-15 секунд тұрамыз. Екінші жаттығуымыз тізерлеп отырып, қолымызды арқамызға қарай астынан және үстінен байлап тартамыз. 10-15 секунд қайталаймыз.
дәл сол жаттығуды қолымызды ауыстырып әрі қарай жалғастырамыз. Және соңғы жаттығуымыз қолымызды желкемізге қойып, екі жаққа қарай денемізді иіп 10-15 секунд отырамыз. Ал енді қыздар, бүгінгі қазіргі жаттығуларымыз керемет жаттығулар болмақ. Бұл жаттығуларды сіздер жасап, керемет нәтижеге жететіндеріңізге сенімдімін. Және де мотивация, керемет көңіл күй. Мынандай жаттығудан кейін сіздердің көңіл күйлеріңіз 100% көтерілуі қажет. Менімен бірге жасаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Парақшама жазылып, лайктарыңызды басып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менен келесіде қандай жаттығу күтесіздер, соны да жаза кетіңіздер. Сіздерге арнап жаттығу, комплекстік жаттығуларды ұсынатын мен Жанка өте қуаныштымын. Сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Бірге болыңыздар.